Менің есімім Еркебұлан, мен ТЖМ-нің құрдасымын. Бұл оқиға былай басталды. 1995 жылы мен және Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігі дүние есігін ашамыз. Сол кезде бәрі қуанды. Сөйтіп 2001 жылы мектеп есігін ашып, 2012 жылы сәтті аяқтап, Орта Азиядағы жалғыз өрт сөндіруші офицерлерді дайындайтын Көкшетау техникалық институтына оқуға түстім. Бұл кезеңде маған да ТЖМ-ге де қызықты болады. Көкшетау техникалық институтын 2016 жылы тәмамдап, қызметте жүріп, мен төтенше жағдай министрлігінің имиджін көтеру керек деген ой келді. Ол кезде Instagram енді дамып жатырды. Сол сәтті пайдаланып, қызметте жүрген видеоларды Инстаға жүктей бастадым. Имиджді көтеру деген ой жалғасын тауып 2022 жылы Жерман жоғары лигасының сахнасында өнер көрсету бұйырды. Сол жерде ТЖМ-нің имиджін абыроймен көтердік. ТЖМ-нің арқасында футболдан халықаралық медиа лигада Fireman, яғни ағылшыннан тіке аударғанда от адам лақап атымен өнер көрсеттім. Және республикалық қоян қолтық ұрысынан жарыстарға қатыстым. Осы уақытқа дейін ТЖМ-нің имиджін көтеру мақсатында басқа да тележобаларда өнер көрсетемін. Мен өз құрдасымның имиджін көтеруден шаршамаймын, себебі оған да маған да әлі даму керек. Ең бастысы өрттегі шешу бағытты дұрыс таңдайық.